Мысалы үшін кейбіреулер ширк деп түсінеді. Мына бесікке жаңағы адыраспан түтетіп, жан жағын нетіп атса, үйді түтетіп. Онда ширк не бар? Ақыр, егер түтетуден ширк болатын болса, неге басқа шөптерді алып түтетпейді? Адыраспан түтетеді. Өйткені адыраспанның құрамында дезинфекциялық нәрселер бар. Ауадағы жаман нәрселер залансыздандырады. Оның несі зиян? Тұмау болып жөтеліп қалғандар да түтетіп иіскеп атады. Бұл аталардан қалған нәрселер, олар айтпаса, біз оны түсінбесек. Ал енді баланы беске бөлеудің өзі үлкен нәрсе ол. Өйткені бала жамбасы құрғақ жатады бесікте жатқанда. Қауіпсіз болады. Оған алаң болмай, суық тиеді, басқа болады демейсің. Одан кейін оның жүйкесі жақсы тыныс алады. Орны жақсы болса болды. Міне осындай жағдайлар ету керек.